талаптарды сақтамаған үшін 13 жеке заңды тұлғаларға әкімшілік хаттама толтырылып, 766.740 теңге айыппұл салынды. Шымкент қаласының аумағында 8 сібір жарасы көмінділерін, топалаң ғой қазақша, өздеріңіз білесіздер, біз енді сибирский язваны сібір жарасы деп жүрміз, негізі қазақша аты топалаң. 8 топалаңның көмінділері мен 9 мал қорымдары тіркелген. Бұл объектілердің барлығы ресми түрде ветеринарлық талаптарға сай ресімделген және мемлекеттік акті құжаттары бар. Тағы бір маңызды мәселе, бұл адам денсаулығына да қатысты, тікелей бұл энзотикалық іс-шаралар, яғни кенеге қарсы іс-шаралар жүргізу. Бұл кенеге қарсы залалсыздандыру жұмыстары жылына 2 рет жүргізіледі. Көктемді және күзгі кезеңде, бір көктемгі кезеңі бізде 26 наурызда бастау жоспарланған болатын, бірақ ауа райының қолайсыздығына байланысты 31 наурыздан басталды. Жыл сайын бұл шаралар сәуір айының ортасында басталатын. Былтырғы жыл 15 сәуірде басталды деймін, ұмытпасам. Биыл ерте бастап отырмыз, себебі кенелерде ерте оянып бастады. Жалпы жоспар бойынша 152 мың ауыл шаруашылық жануарларын бүркітіп тоғытпақшымыз. 2,3 миллион шаршы метр қоражайлардың аумағын дезинфекциядан өткізетін боламыз. Сондай 2,3 миллион шаршы метр саябақтар мен гүлзарлар залалсыздандырылатын болады. Тағы бір мәселе, біздің қаламызда маса бар, өздеріңіз білесіздер, масаларға қарсы залалсыздандыру жұмыстарын жүргіземіз. Бұл бойынша жұмыс 15 наурыз күні Дендер саябақтан басталды, өздеріңізде көрген боларсыздар, байқаған боларсыздар. Бұл жұмыстарға 30 маман мен 20 арнайы техника жұмылдырылды.